Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай бір жасағаннан өте дәмді болып шығатын, сочный болып шығатын чебурекелердің рецептісін ұсынбақшымын. Алдымен ұнға 4 ас қасықтай сұйық майды құямыз. Және үстіне қайнап тұрған ыстық судан құйып, және үстіне тұзды салып араластырып, біртіндеп құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Оны 15-20 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Фарштың үстіне блендерден өткен пиязымызды қосамыз, және дәмдеуіштер мен қара бұрыш, паприка және тұз қостым, және 40 мл су қосамыз. Әбден араластырамыз. Және дайын болған қамырымызды 40-50 граммға бөлеміз. Мен 40 граммға бөлдім. 18-19 штук чебуреки шықты. Және оны дөңгелетіп, бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз. Шетінен алып, жұқа етіп жаямыз. Және ішіне начинкасын саламыз. Начинканы орта жағына қарай саламыз. Шетіне қатты жаймаймыз. Майға піскен кезде шеттері ашылып, майымыз шашырау мүмкін, сондықтан барынша орта жағына қарай саламыз. Шетін түзулеп, шанышқымен басып шығамыз. Майымызды қатты қыздырып, одан кейін орташа отта асты-үстін осылай сарғайтып, қызартып пісіріп аламыз. Және қағаз сүлгіге қойсаңыздар, артық майлары кетеді. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.